Қазақстан Республикасы президентінің жолдауы біздің алдағы хабарларымыздың да негізгі арқауы болар сөзсіз. Өйткені президент жолдауында айтылған тапсырмалар өте ауқымда. Ал бүгін біз осы жолдау тапсырмасы арқасында ақмолалықтарға жеткен жақсы хабарды айтуға асықпыз. Өткен аптада мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев Тобыл Көкшетау Астана газ желісі құрылысының осы жылдың 4-ші тоқсанында басталатындығын хабарлады. Министр өз сөзінде мұның өте қымбат жоба, алайда мемлекет басшысының орталық өңірді газдандыру туралы тапсырмасын орындау керектігін атап өтті. Енді қаперлеріңізге бірқатар деректер ұсынамыз, ой жүгіртіп көріңіз. 2011 жылы Ақмола облысындағы экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі департамент мемлекетті 6 миллиард теңге көлемінде шығынға ұшыратқан 396 қылмысты анықтады. Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап көрші Қазақстанмен бірыңғай экономикалық кеңістіктеміз. Қазір бұл елде жаппай бизнеске қолдау көрсетілуде. Әлемдік банктың көрсеткіштері бойынша Қазақстан 47-ші, ал біздің мемлекетіміз 120-ші орында тұр. Сондықтан бизнес жүйесіне оң ықпал ету үшін және жақсы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін бағыты айқын жаңа жобаларды қарастыруымыз қажет. Ресей Федерациясының премьер-министрі Владимир Путин. Біз бұл екі мәліметті жайдан-жай қатар орналастырған жоқпыз. Бір жағынан мемлекет кәсіпкерлерге соңғы жылдары айтарлықтай қолайлы жағдайлар жасады. Тіпті Ресейдің үкімет басшысы Қазақстанның жетістігін өзінің министрлер кабинетіне үлгі етіп отыр. Осындай ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктеріміз бар. Бұл мақтаныш. Ал екінші жағынан жеңұшынан жалғасқан сыбайлас жемқорлық аяқтан шалып, артқа тартып отыр. Елге 6 миллиард теңге шығын келген. Салыстырмалы түрде естеріңізге сала кетсек, Еңки кірпіш зауытының құрылысына 7 миллиард қаражат жұмсалған. Қаржы полициясының қызметкерлері жылма-жыл жемқорлық деректерін анықтаумен келеді. Жақында ғана Көкшетау қаласы бойынша салық басқармасының 2 қызметкері құрықталды. Салыққа қарызын бүркемелегендер үшін олар әлдекімдерден 3 миллион теңге қаражат жымқырмақ болған. 26 жасар салық қызметкері қамауға алынып, оның 55 жасар сыбайласынан ешқайда кетпейтіндігі туралы қолхат алынып, жіберіліпті. Қылмыстық іс қозғалған. Үндеттей жайлаған жағымсыз әрекет, сыбайлас жемқорлықпен күресте жеңіске жету үшін біздің әрқайсымыз адалдық үшін қызметке атсалысуымыз керек. Бұл енді өз алдына бөлек тақырып.